19 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік аумақтық реформалар туралы не білесің? Ол қай кезде қабылданды? Патша өкіметі тарапынан қандай басқару жүйесі енгізілді? Осы сұрақтарға жауап іздейік. 19 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік аумақтық реформалар туралы не білесің? Ол қай кезде қабылданды? 1867 жылы 11 шілдеде 2 Александр патша Сырдария мен Жетісу облыстарын басқару туралы уақытша ережені, 1868 жылы 21 қазанда Орынбор және Батыс Сібір генерал-губернаторлығындағы дала облыстарын басқару туралы уақытша ережені бекітті. Патша өкіметі тарапынан қандай басқару жүйесі енгізілді? Реформа бойынша 5 сатылы басқару жүйесі енгізілді. Енді ауылды ауыл старшыны, болысты болыс сұлтаны, уезді уезд бастығы, облысты әскери губернатор, генерал-губернаторлықты генерал-губернатор басқарды. Уезд бастықтарын әскери губернаторлардың ұсынуы бойынша генерал-губернаторлар тағайындады. Уезд бастығының билігінде полиция, әскери бөлімдер, уездегі мекемелер, бекіністер, әкімшілік және полицейлік билік шоғырланды. Облыстық басқармаларды вице-губернаторлар қадағалады. Басқарма 3 бөлімнен тұрды. Бірінші – шаруашылық, екінші – сот, үшінші – жарлықты іске асыру. Әскери және азаматтық билік генерал-губернаторлыққа шоғырланды. 1886 жылы Түркістан генерал-губернаторлығының көші-қонды басқару ережесі қабылданды. Әр қоныстанушыға 10 десятинадан жер беріліп, қоныстанушылар 5 жылға дейін салықтан босатылды. Ал кейін салықтың жартысын ғана төледі. 1889 жылы ауыл тұрғындарын өз еріктерімен жаңа жерге көшіру және бұрынғы көшірілген топтар туралы арнайы ереже қабылданды. Қоныстандыру Ішкі істер министрлігінің және мемлекеттік жер иеліктері министрлігінің рұқсат арқылы іске асырылды. Ережеде қоныстанушылардың аудандары нақты Томск және Тобыл губерниялары, Жетісу, Ақмола, Семей облыстары деп көрсетілді. 1893 жылғы уақытша ереже бойынша қоныс аударушылардың жан басына 15 десятина жер берілді. Ресейлік шаруалардың қоныс аударуы қазақтардың жерін тартып алу есебінен жүргізілді.